Сәлем достар, жастар білсін YouTube арнасында кезекті шығарылым. Бүгін бізде қонақта жастар жанашыры деп айтсақ та болады. Print Media колледжінің директоры тәрбиесі жөніндегі орынбасары, Аманат партиясының қоғамдық кеңесі мүшесі, қоғам белсендісі Айдар Күнтубай бауырымыз. Қош келдің, Айдеке. Сәлем достар. Қалайсыздар, жақсы ма? Жақсы. Енді бүгінгі қозғалатын тақырып жалпы осы жастарға байланысты, жастардың арасында интернетке тәуелділік туралы, жастардың арасында осы ойын құмарлықтың алдын алуға бағытталған осы тақырыптарда әңгіме өрбитін болады. Ең алдымен осы қазір барлығымыздың қолымызда осы ұялы телефон бар. Ауыр тақырып. Қазір енді барлығымыз телефон ұстаймыз. Бесіктегі сәбиден бастап еңкейген қарияға дейін телефон бар. Барлығы интернетке кіреді. Алғашқы әңгімемізді мынадан бастасақ, жалпы интернеттің пайдасы мен зияны, пайдасы қандай, зияны қандай? Өзің ойыңмен бөліссең. Мен ойлаймын да, негізі осындай подкасттарда, мысалы, қазір енді жаңа заман, әлеуметтік желі, жалпы дамыған ғаламтордың кезеңі дейміз ғой. Баяғы кезде қалай болған екен дейді. Ол кезде ғаламтор болатын болса, ол кезде де осы тақырыпты қозғайтын бе еді мүмкін, Бірақ енді ғаламтор желісінің пайдасы мен зиянын былай алып қарайтын болсақ, негізі енді көптеп пайдасы өте көп. Өзіміздің жұмысымызда, былайша айтқан кезде мына ұялы телефонға күнде 24/7 былайша айтқан кезде қасымызда. Ұйықтар кезде де былай қойып қоямыз. Жұмысты да осымен жасаймыз. Байланысу керек болса да барлығымыз осының ішіне кіріп кеткенбіз, бірақ оны қалай пайдаланып жатырмыз деген сөз. Оны жастар қалай пайдаланып жатыр деген сұрақ. Ол өте бәрімізді қынжылтатын сұрақтардың бірі. Өйткені енді мен осы жастардың арасында қаншама жылдар бойы осы тәрбие саласында жұмыс жасап жүргеннен кейін көптеген фактілер болып жатады, көптеген жағдайлар болып жатады. Енді бұл тақырып бізге былайша айтқан кезде таныс емес, өйткені бізге тікелей келіп тұрған тақырып. Тікелей қатысты тақырып болғаннан кейін шақырып отырып қойды. Сол себепті енді барынша ой бөлісеміз деген енді ойдамын. Негізі өзің жаңа айтып өттің ғой, бірнеше жыл болды. Біздің бір-біріміздің таныстығымызға да танығаннан бері осы тәрбие саласында колледжде де жұмыс жасап келе жатсың ғой. Жастармен тікелей тәрбие бағытында жұмыс жасап келе жатсың. Қазіргі жастар өзің жұмыс жасап жатқан колледжің болсын, танитын жастар болсын, ойын құмарлыққа әуес жастарды мысалы қалай анықтауға болады? Белгілері бар ма? Оны қалай білесіздер сіздер? Енді біздің өзімізде енді жалпы Алматы қаласында қазіргі таңда 88 колледж бар. Барлық директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасарлары осы тақырыпта былайша айтқан кезде күнде аптасына бір рет штаб болады. Балалардың психологиялық жағдайы бар, балалар неге себепсіз сабаққа қалып жүр деген сияқты. Өйткені қазір біздің жасап жатқан жұмысымыздың барлығы бұл кәмелет жасқа толмаған балалар көбіне. Колледж болғаннан кейін. Көбісі бірінші, екінші курстар, олардың барлығы кәмелет жасқа толмаған. Енді бірінші курстан бастап балалар келіп алдыңа түседі, балаларды байқайсың, психологиялық жағдайын көресің, кімнің қалай немен айналысып жүр деген сияқты. Ең бірінші біздің қолымыздан келетін мәселе ол мына топ кураторлары, мастерлары деген болады әр топта. Әр баланың үйіне осы бала жаңадан келіп түскен кезде акт жығу деген бар. Әр баланың тұрмыстық жағдайларын барып акт жасайды. Жаңағы барып үйіне барып үйіне барынша. Енді ол тікелей міндетіне жатпайды, бірақ сонда да барлық ақпаратты білу үшін қасында жаңағы әлеуметтік педагог бар, психолог бар. Кейде мүмкіндігінше өзімізде шығып жатамыз балаларды, қандай сол кезден бастап сен анықтай бастайсың. Баланың отбасылық жағдайы қандай, кіммен тұрады, ішкі ахуалы қандай, бірден байқайсың. Өйткені бұндай жағдайлар бізде көптеп кездесіп жатады. Өзімде де қанша фактілер болды. Бір оқиға болса айтып өтсең, сол сұрайын деп отыр едім. Мынандай оқиға болды. Бірінші курстың баласы сабаққа келіп жүреді басында бастап. Одан кейін ол бала өзін бүйтіп жабық күйде ұстайды.
ашылмайды, өзімен келеді, тіке кетеді. ешкіммен сөйлеспейді. Иә. Кейіннен бізге ол қызық бола бастайды. Одан кейін бірте сабақ қалдырып бастады. Былай қарап тұрсақ, отбасылық жағдайы орташа, қарапайым отбасылар. Бастапқыда үйін барып тексеріп қайтқан ата-аналардың, мұғалімдер. Кейіннен бала бір күн қалады, 2 күн келеді, қайттан қалады, жиілей бастады. Біз ақырында психологпен жұмыс жасаттық. Бірдеңе дұрыс емес деген өзіміз анықтап. Кейіннен мен кірістім осы фактіге. Баламен сөйлесем, бала былай қарасаң ешқандай анық айтпайды, бірақ телефонына қайта кіре береді. Ана психологиялық кіріп кеткен да. Сен не істейсің осы телефонда? Ойын ойнайды. Бір ойындарға кіріп кеткен, біреумен сөйлеседі, сол ғаламтор желінің ар жағындағы адамдармен ойынды солармен сөйлеседі. Анау бізге қарағанда соларға жақын. Бір қиыны ата-ананың дұрыс көңіл бөлуі да бұл жердеш. Кейіннен әке-шесімен сөйлессек, енді бала ғой, мүмкін телефон қарап отқан шығар. Бірақ не істеп отқандығын қатты анықтамайды, қарамайды. Кейіннен бала телефон неге кіріп жатқан, не істеп кіммен сөйлесіп жатқан. Соның салдарынан, себеп салдар көп қой, ол ұзаққа созылғаннан кейін бала кіріп кеткен ішіне. Ата-ананың да сөзін құлаққа аспайды. Мүлде келмейтін болды ғой бала сабаққа. Кейіннен полицияға жаздық. Енді бізде бекітілген кәмелет жасқа толмағандардың істер жөніндегі инспекторлар бар. Әр ауданда, әр мекемеге бағытталған. Сол кісілерге бір ауыз айттық, міне біз мынандай жұмыстарды жасадық, енді сіздер болсаңыздар деп. Ол кісілер барады, ескерту жасайды, баламен сөйлеседі. Кейіннен әйтеуір жан-жақтан мен әке-шешесімен отырып сөйлестім. Айтам да ата-анасына. Енді ол бала тәрбиені көп бөлігін, ол енді колледжге келіп түскен бала, бұған дейін үйден алып келген, мектептен алып келген бала. Қазір мына ауыспалы кезең дейді, переходной возрастта болып жатыр. Сол уақытта келеді ғой. Тура сол моментте келіп тұр. Сіздер баламен анықтап сөйлесіңіздер, не қарады, не істеді. Сіздер үйге келгеннен кейін білесіздер, балам не істеді, балам қалың қалай, жағдайың жақсы ма, кімдермен араласып жүрсің, кімдермен сөйлесіп жүрсің, не болып жатыр өзің өміріңде, менен не, кішкене сондай бір диалог көрсетіңіздерші деймін да. Сөйтсем ата-ана тарапынан кішкене сондай бір жылулықты байқамаған. Енді оны да кейде түсінуге болады, бірақ ата-ана деген жаңағы барлығы күйбең тіршілік қой. Жұмыс деп қарамаған. Кейіннен баламен барып өзіміз тікелей сөйлестік, қанша рет уговаривать етіп, енді келіндер айналайын, келе ғой осы жерге деп. Сонымен ақырында ата-анасы да кірісіп, баланы өзі алып келетін болып шешті. Колледжге алып келіп, өзі алып қайтамын. Сөйтіп жаңа үйіне барған кезде қызықты айтайық. Үйіне барсақ, ана бала тамақ ішеді, компьютерге отырады. Не ойнайды, Counter-Strike па? Бір жаңағы сетевой ойындарға кіріп кеткен, соны ойнайды. Одан жатады, мына да ойнайды. Сөйлескісі келмейді. Қайта біз жаңа формадағы кісілермен барып, біраз жаңағы әңгімелесу болды, кейіннен ата-ана салып келетін болды. Содан кейін енді біз өзіміз қандай кейстер жасадық. Психологпен сөйлестірдік та, бізде әр жаңағы оқу орнында студенттік парламент деген бар, былайша активистер ғой. Сол активистер жаңағы олар тауға барады, еріктілік қызмет атқарады, жалпы өздерінің ортасы сондай, шығармашылық ортасы бар деген сияқты. Шараларда жүреді. Мен балаларға жиналғанын айттым. Сендер осындай бір бала бар, мен алып келем. Ортаға қосыңдаршы дедім. Кейіннен ақырындап бала мүмкін енді содан шықты ма екен. Ақырындап ана кругқа қосылды ортаға. Сөйтіп белсенді студент бола бастады. Бастапқыда жаңағы сенбіліктерге апарып, кейіннен ана үлкен қарт кісілердің үйіне еріктілік жасауға барып, көмектесуге барып, баланың былайша айтқан кезде кішкене ойы өзгерді. Кейіннен мүмкін сол әсер етті ме деп ойлаймын. Мен барлығымыздың былай тығыз байланыста жұмыс жасағанбыз. Ата-ана бар, мекеме бар, оқу орны, психолог, жаңағы жастар, өзінің ортасы. Соның нәтижесінде бала кішкене шықты. Сөйтіп аман-есен әйтеуір оқып, қолына дипломын алып, бірінші, екінші курста ғой кішкене не болатын. Ары қарай барынша ортаға дұрыс кіргеннен кейін
тура жолға салып жіберу керек. 3-ші курста бала түзеліп кетті да, мүлде жаңағы ересек мықты азамат болып шықты. Кейіннен жаңағы оқуын бітіріп, қолына дипломын алып, ары қарай жұмысын жасап, жоғары оқуға түсті деген сияқты өзінің сатысымен кетті. Енді сондай бір жақсы кейстер бар. Бірақ бұндай мәселелерден шалмай жатқандар да бар. Енді оны жасыра алмаймыз, өйткені жастардың арасында ол көп. Қазір мына көбісі оңай ақша, жеңіл ақша тапқысы келеді. Осының ішіне кіріп кетеді. Тез жеткісі келеді. Қазір мына дроперство деген заңда шықты ғой. Мошенниктер, алдайтындар көбейіп кетті. Солардың арбауына түсіп жатқан балаларды да кейде кездестіріп жатамыз. Ата-аналары білмейді. Бір факті болды менде. Бала сауыққа келеді, кетеді, бізге ештеңе білінбейді. Бәрі жүр. Жазғы каникул кезі бәрі бітті, жаңа оқу басталды. Полициядан мынандай хат келіп тұр ма? Балаға қатысты. Ата-ана да маған айтпайды, басқасында. Жаз демалыстың уақытында. Демалыстың уақытында. Бала көптеп ақша тапқысы келген. Енді ар жағын айтпады, ол ақшаны не істеген, үйге берді ма, құртты ма деген сияқты. Қайда жұмсаған да? Иә. Бірақ біршама миллиондарға түскен. Сөйтсем, жаңағы әлеуметтік желімен онлайн жұмыс жасатқан мошенниктердің арбауына түскен. Сөйтіп солардың арбауына түсіп, бала басқа қалаға кетіп қалған ғой, Алматыдан басқа, ойлаңыз енді. Кәмелет жасқа толмаған бала басқа қалада. Ата-анасы хабарласады, қайдасың дейді, досымның үйіндемін. Ол енді ата-анасынан да қорыққан болуы мүмкін. Өйткені айтуға не қылады, қорқады. Пәленбай неге қарызға кіріп кеткеннен кейін не қылады. Иә, бастапқыда айтпаған, кейіннен енді ата-ана деген білмегенде ғой баланы басқа қалаға кетіп қалған. Сөйлесіп болып тұр ғой енді қарапайым. Кейіннен барып сөйлесіп білсе, жаңа баламен қайдасың балам десе, досым үйіндемін деген болды ары қарай. Кейіннен әңгіме шығады, жаңағы мәселеге келіп туындайды ғой. Басқа қаладан ұстайды оны. Үлкен сабақ болды, соты болды, бәрі өтті. Қазір шүкір жақсы, ата-ана тарапынан да, біздің тараптан да барынша заңдылықты түсіндірді. Психологтар, жаңағы инспекторлар, барлығы жұмыс жүргізіп, қазір жақсы. Заң алдында бірақ өте үлкен жауапкершілікке тартылды. Ата-ананы мен айтайын енді, әрбір ата-ана баласының жаман болғанын қаламайды ғой. Ата-ана деген қимайды ғой жамандыққа. Әрине, баласы үшін қалай жүгірді, соңына дейін барды, анда да барды, мында шырылдады, шынымды айтайын. Әр құжатына дейін жүгіріп, енді мына біздің атқарушы органдар бір жағынан дұрыс шешім шығарды ғой деп ойлаймын. Баланы жаппай, бірақ үлкен айыппұлдармен жаңағы әрбір адамнан кеткен шығындардың бәрін өтетіп, барлығын заңды түрде үлкен бір сабақ қылды. Жақсы. Я, осы енді әлеуметтік желінің зиянды тұстары ғой енді бұл. Интернеттің бұл жерде енді шынымен ана нені былай қарап тұрсаң, жаңа таяқтың екі ұшы бар дейді ғой, жаңа мұғалімдерге, жаңа университеттің болсын, колледждің болсын, нелерге, мұғалімдерге де артық қоюға болмайды. Сендер жауаптысыңдар деп. Ата-анаға да артық қоюға болмайды. Былайша айтқан кезде ата-ана мен мұғалім бір жерден бас, бір жеңнен қол шығарып, екі жақта колледжге оқуға кеткен кезде оқу орындағылар қадағаласа, үйіне келген кезде үйінде ата-аналар кішкене болса да бір уақыт бөліп, әңгімелесіп, сөйлесіп, сөйтіп уақыт бөлсе, енді бұндай іс-әрекеттер көп болмайды деп ойлаймын. Әрине. Қазір енді заман талабына сай да қазір ата-аналарды да түсінуге болады. Енді әкесі де, шешесі де жеткізейін, нан табайық деп жүр ғой енді барлығы. Өзіміз де сөйтіп жүрік қой қазір. Балдарымызға да бүйтіп сөйлесіп арасында болмайды. Көп уақыт не істеп жатыр екен соны іштесің. Мен де сол балдардың арасында телефон алып бергенбіз енді. 3 балам бар, үшеуі де телефон ұстайды. Арасында қадағалап телефон алып қарап тұрамын. Ол енді жаңағы ізіне түсіп бір не қылып тексеру емес. Кіммен сөйлеседі, қайда кіреді, қандай әлеуметтік желіге кіріп отыр деген сияқты сондай нәрселермен. Сөйтіп қадалып отқан дұрыс, алдын аласың да көп нәрсені. Бұл енді жаңағы айтып өткендей интернеттің, әлеуметтік желінің енді пайдалы жақтары да бар, көптеген ақпараттар бар, көптеген ақпарат алуға болады, көптеген нәрсе үйренуге де болады. Енді осындай зиянды тұстары да бар. Енді бұл зиянды жақтары ғой. Енді былай қарап тұрсаң, бірақ
қазір осы ғаламтордың заманы ғой. Иә. Осы арқылы танылады, осы арқылы көрінеді, жұмысты да бәріміз осы арқылы ақша тауып отқандар да бар. Әрине, дұрыс жағына пайдаланса екен деп ойлаймын мен, жастар. Берілген мүмкіндік та қазіргі заманның. Соны енді үйрету керек қой, үйрету керек, жол сілтеп жіберу керек, жол көрсетіп жіберу керек. Ол да ары қарай енді өзі алып кетеді деп ойлаймын. Енді мынау ойын құмарлықтан бөлек жаңа әлеуметтік желі, интернетке тәуелділік деп жатыр. Одан басқа мынау онлайн казино дегендер қазір көптеп шығып кеткен. Көптеген анда жастар соған алданып қалады. Тез оңай ақша тапқысы келеді. Мысалы өткенде келген кезде осында алдымызда бір подкастта Шүкір деген ағамыз жақсы нәрсе айтып кетеді. Мысалы 3 дос болатын болса дейді, екеуі сонда құмар ойын ойнайтын болса, үшіншісі ол да ойнап кетеді дейді. Ортаға байланысты дейді. Астынан үлкен осы құмар ойынға кіріп кету. Енді осы жағынан жастарға осы құмар ойынға кіріп кетпеу, құмар ойынға әуес болмаудың алдын алуға байланысты жалпы сіздердің колледждеріңізде болсын, басқа оқу орындарда, немесе осы Алматы қаласында қандай шаралар өтіп жатыр, қандай алдын алу ескертулер бола ма? Жалпы не жасалып жатыр бұл төңіректе дегенім ол. Менің ойымша қазіргі таңда мемлекеттің саясатында, мына заңдылық тұрғыдан да алып қарайтын болсақ, мемлекеттік деңгейде үлкен жұмыстар жасалып жатыр деп ойлаймын. Өйткені бұған дейін бірнеше жылдар бұрын кім көрінген кіріп кетті ғой аның ішіне. Иә. Жаңағы төлқұжатын құжатын тіркейді, немесе даже онда тіркемейді. Банк картасын, счет картасын тіркеп, логин ашады да телефон номерін жасай береді. Талай көрдік қондай фактілерді. Кейін қиналып жүреді, не істеп жүрсің, сабаққа келмейсің ба десең балалар. Кейін енді мен мысалға андай подходтым да балаларға. Солардың вайбына кіргенді жақсы көремін. Солардың вайбында бір тілде, бір толқында сөйлесуге тырысамын. Қасыма шақырып аламын да, жаңағы екеуміз шай алып, не істеп отырсың, не жаңалық, не үшін сен андай болып жүрсің. Кейін бала ашылады. Ағай, бүйтмейді, маға деп айтпамаса деймін. Айтшы маған, іні ретінде бір айтшы, не болып жүрсің? Осындай болып еді, қарызға кіріп кеттім дейді. Сонымен қиын ғой енді былайша айтқан кезде, мысалға. Барынша көмектескің келеді. Кейде айтасың, болды қой деп, жұмыс бересің, бағыт бағдар бересің. Енді менің ойымша бұның алдын алу үшін қазір мемлекет жақсы заңдарды шығарып қойды. Букмекерлік кеңсе болсын, лотерея, заңсыз лотереямен айналысып жатқандарды қазір онлайн казинолар, кеше ұсталып жатыр ғой. Жарнама жасағандар, заңсыз жасағандардың барлығы. Ол да бір үлкен жұмыс. Өйткені енді соны кіріп, ол кісілер айтуы мүмкін, біз жарнамаладық, бірақ әркімнің өзінің шешімі ғой деп. Бірақ мынандай жас балалар әлі оң-солын дұрыс ажыратамаған адамдар, қаны қайнап тұр. Енді бой жетіп, енді ер жетіп жатыр. Оларға не деп айтасың? Ол былай кет десең, былай кете береді, былай кет десең, былай кете беретін балалар. Дұрыс қылды. Заңды да қатаң қылды. Жаңағы кім көрінген кіре бермейтіндей қылды. Мына әр адамның жаңағы данныйлары жеке деректерінің барлығы тексерілетін қойды. Оның барлығы үлкен бір барьер деп ойлаймын. Адам ойланады қазір одан. Одан бөлек үлкен жұмыс жасалып жатыр колледждерде, ол бос уақытты тиімді ұйымдастыру. Енді біз қалай көмектесеміз оларға басқаша. Уақыттарын барынша тиімді ұйымдастырғымыз келеді. Балаларға шығармашылық неше түрлі ұйымдар, спорттық секциялар, мамандығына байланысты қызықты курстар барынша тегін қылып, уақыттарын тиімді ұйымдастыруға тырысамыз. Одан бөлек енді өздеріңіз сияқты жастардың ішінен танымал азаматтарды, блогер болсын, бір айтары бар. Кім көрінгеніміз бір айтары бар, жақсы ортадан шыққан актер болсын, әнші болсын, блогер болсын, мықты-мықты азаматтарды ортаға алып келіп, медиа тұлғаларды, енді олар соғаларға қарайды ғой. Бір кездесу ұйымдастырып бір-бірлерімен, ашық диалогтық форматта өткізіп, балалардың кішкене зейінін басқа жаққа қарай бұруға тырысып жатырмыз барынша. Енді бұл жұмыс тек қана менің оқу орнында ғана жасалып жатқан жоқ, жалпы мен айта аламын, қалалық колледждерде үлкен жұмыстар жасалып жатыр осы бағытта. Енді спорттық шара болсын, өзіміз үлкен бір жоба жасап жатырмыз. Қазір жастар рухы деген ұйым бар. Чемпиондар рух деген жоба бар. Үлкен жоба
бүткіл жаңағы жастарды барлығын жаңағы ашық алаңға таңғы жаттығуға алып Иә, жаттығу жасайды деп көрдім әлеуметтік желіден. Былтыр да болды, қателеспесем. Осы Алматы қаласының ең бірінші бастау болды, қазір республикалық деңгейде кетті ол жоба. Сол жоба негізінде балалар да кәдімгідей қуанады. Біріншінде бастапқыда ой таңғы жаттығуға барамыз ба ағай, сондай әңгімелер болған. Бірақ біз апардық ана жерге жаңағы олимпиада чемпиондары, әлем чемпиондары, блогерлар, спорт дәрісі берген танымал адамдардың барлығы келгеннен кейін бәрімен бірге жаттығу жасайды. Кейіннен фотоға түседі. Кейіннен жаңағы полиция департаменті қосылды осыған, бірге жасайық. Ол кісілер тараптарынан жаңа ғана ОМОН деп айтамыз ғой, сол жігіттер келеді, өздерінің нелерін көрсетеді ғой жаңа. Боевой дейді ғой, өздерінің іс-әрекеттерін көрсетеді, ана жерде дробовикпен атып, неше түрлі нелер көрсеткен кезде балалардың бәрі көздері жанып кетеді. Ол деген идеологиялық бағытта жасалып жатқан үлкен жұмыстардың бірі деп есептеймін. Тамаша. Дәуір не жаңалық өзінде? Шау араласып отырсақ кішкене. Болды, кеш. Ұзақ етіп кеттік пе? Нормально. Неше минут болды примерно? 20. Болып қалыпты ғой, Онда бір тілек айттың. Онда аяқтап жіберейік. Айдар, рахмет келгеніңе уақыт бөліп, енді азын-аулақ болса да біраз ақпарат бердің деп ойлаймын. Енді жалпы өзің енді осы колледж саласында жалпы жастар деп айтайық қалады. Осы жастарға жаңағы тәрбие саласында, жастарға тәрбие беру саласында бірнеше жылдан бері келе жатсың ғой. Осы жерде отырған енді бізді көретін осы уақытқа дейін мысалы подкастқа келген қонақтардың барлығына жастарға тілек или бір кеңестеріңізді беріңіздер деп айтып келдім да. Бүгін енді сенен ата-аналарына бір кеңес берсең, кеңес деп айтамыз ба білмеймін, бір ұсыныс па, сондай нең болса айтып жүрсең. Мен енді ойлаймын өз басым. Бәріміз енді, мен енді өзім ауылдан шықтым да, ата-анамыздың тәрбиесін көрдіп. Бүйтпе, сөйтпе, ұят болаттан басталды да бірінші. Үлкеннің жолын кеспеден басталды біздер. Ұят болады. Не болсын, амандаспайсың ба? Әкем бір ауыз сөз боқтамаған маған, бірақ былайынан қарап, әйекеңнің баласы деген. Көз қарасың өзі. Фырр ете қаласың ғой. Сол себепті мен ойлаймын, бірінші ата-аналар, құрметті ата-аналар. Балалар талды да егетін болсақ, қисық ескек, ол қисық өседі ғой. Оны кейін үзе алмайсың. Балаға да. Үйдің де фундаментін. Қисық қаласың, баса фундаментті дұрыс жасамасаң, ары қарай кетті. Сол себепті балалардың кішкене жетілуіне дейінгі деңгейде бір үлкен тығыз жұмыс керек. Мен тек қана ата-аналарға жегіп қоймайын, бірақ үлкен баланың тәрбие алатыны, балаға бірінші кезекте ол тұлға болатын, авторитет болатын, ол бірінші ата-ана. Сол себепті ата-аналарға айтқым келеді, барынша назар аударыңыздар. Балалармен тікелей жұмыс жасаңыздар. Мен күнде айтпаймын, бірақ кешкісін бір мезгіл 5-10 минут уақыт бөліп, балам қалың қалай, жағдайың қалай, не істеп жатсың, не жаңалық болып жатыр, ашық сөйлесіп, өзін жаңағы былай жасаған дұрыс деп. Барынша ата-аналар солай тығыз жұмыс жасаса, одан кейін енді қазір мұғалімдер дейміз ғой, жас мамандар деп айтайық. Жұмысқа көп келіп жатыр ғой қазір енді. Жас мамандарды мына әлеуметтік желіні дұрыс пайдаланып, балаларға дұрыс жұмыс жасап жеткізсе, немқұрайлылық қарамаса, өйткені балалар деген қазір бір-бірінің толқынына кіреміз дейді да, қатты кетіп қалып жатады ғой. Сондай мәселе кетпей, баланың әрбір көңіл күйіне барынша немқұрайлылық қарамаса, жаңағындай болып жатқан жағдайлардың барынша алдын алуға болады. Одан кейін енді кім кінәлі, мұғалім кінәлі бола бермей, барынша әр тараптан мемлекеттік идеологияда жұмыстар жүргізілсе, енді өз басым бір жақсы бір деңгейде жастарымызды тәрбиелейміз деген ойдамын. Енді жастарға не айтамыз? Жастар барынша өздерінің уақытын тиімді пайдалансын, тиімді ұйымдастырсын. Не керектің бәрі бар ғой қазір. Мүмкіншілік көп қазір. Мүмкіншілік көп. Ананы істегің келе ма, мананы істегің келе ма? Жаса, көр, оқы. Кітап та тегін қазір оқимын десең. Ашық тегін кітапханалар да бар. Тегін спорттық үйірмелер де бар. 24 сағат бойы жұмыс істейтін кітапханалар бар. Әрине, олар да бар. Одан бөлек жайдарманның өзі қандай идеология мысалы, адамды қандай ортаға қалыптастырады. Сол себепті білім алыңдар, тегін оқыңдар,
қызмет жасаңдар. Былайша айтқан кезде айтқан сөзді барынша дұрыс тыңдап, дұрыс оны тыңдап, құйып, мына жаққа салып, дұрыс шешім шығарса, бір үлкен, мықты, саналы, мықты азаматшылар шығады деген мен ойдамын. Рахмет Айдар, уақыт бөліп келгеніңе. Жалпы өзі Алматы қаласында уақыт табу өте қиын ғой, бір жерден бір жерге жетуге де өте қиын. Арнайы уақытыңды бөліп келгеніңе үлкен алғыс білдіреміз. Алдағы жұмысыңа да сәттілік, биіктерден көрінуіңе тілектеспіз. Қуанамыз ғой, сенде бір белгілі бір жетістікке жетіп жатсаң, өзіңнің оқушыларың, студенттерің белгілі бір жетістікке жетіп жатса да. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылымыз өз мәресіне жетті. Лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Пайдалы іспен айналысыңыздар, елімізге, жақындарыңызға, өзіңізге пайда алып келетін нәрсемен шұғылданыңыздар деген келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше Сау болыңыздар.